Алланың түссе саған назар асыл, сүймессің бос мақтанмен сөз аласын. Иншалла қабыл болса қажылығың анаңнан туылғандай. Тазарасын деп Серікқали ақын ағамыз айтқандай. Ассаламағалейкум ардақты ағайын. Мінекей қажылардың бүгін алғашқы легі қасиетті Мекке қаласына аттанды. Эфирде маңызды мәселе, бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы қажылық кемел болсын десеңіз деп аталады. Сондай-ақ алдағы бір сағат уақыттың ішінде біз осы кіріп тұрған Зүлхиджа айының алғашқы онкүндігінің қасиеті мен ерекшелігі, құрбан айтты қалай шаламыз, шалынатын құрбандықтың ерекшеліктері мен шарттары, айтты тойлаудың әдептері тілге тиек етілетін болады. Студиямыздың бүгінгі қонақтары Алматы қаласы Таугүл 3 мешітінің бас имамы Ернар Мәже мырза және Үшқоңыр медресе колледжінің тәрбиесі жөніндегі директорының орынбасары әрі ұстазы Бекболат Бердімұратұлы. Ассаламағалейкум. Студиямызға қош келдіңіздер. Ал енді ереке әуелі сұрақ өзіңізде. Қажылық науқаны басталды. Қажылық науқаны басталды деген сөз мінекей Зүлхиджа айы кіріп келді деген сөз. Алланың шақыруымен биылғы жылы Құдай қаласа қажылыққа 3200 квота бөлініп, 3200 қажы Қазақстаннан аттанғалы отыр екен. Оған 18 фирма қызмет етеді екен. Енді осы Зүлхиджа айы кірді. Зүлхиджа айы дегеніміз бұл қандай ай? Және ол айдың алғашқы 10 күні несімен қасиетті деген сұрақты бастасақ. Несімен ерекшеленеді? Шариғатта бұл күндер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Енді Зүлхиджа деген айдың өзінің атау айтып тұрған секілді қажылық айы. Осы айдың бір ерекшелігі мұсылмандардың қасиетті 5 парызының бірі болған қажылықтың өтетін маусымы, айы, сәті осы айға дөп келеді. Және әлбетте қажылыққа бара алмаған кісіге бұл сол үшін құрбан айт, сол ел-елде, жер-жерде бүкіл исі мұсылман балаларының барлығы құрбан айтты тойлап, құрбандарын шалып, сондай бір керемет мерекемен өткізеді. Бұл Зүлхиджа айының ерекшелігі осы қажылықтың маусым болғандықтан, қажылық парызының өтелетін айы болғандықтан, оның өзінің ерекше бір қасиеті бар. Енді сонымен қатар осы Зүлхиджа айында риуаяттарда келген, нақылдарда келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сол құрбан айттың бірінші күніне дейін ораза ұстағандығы туралы айтылады 9 күн бойы. Бұл оразаның ерекше ораза екендігі, сауабының молдығы, абзалдығының ерекшелігі туралы айтылады. Сонымен қатар енді осы айда өзге айларға қарағанда, өзге уақыттарға қарағанда жасалған құлшылықтардың еселеніп, артылып сауап жазылатыны және мұсылман баласының сондай Алла тағаланың сондай бір керемет қасиетті айы болғандықтан да барынша өзге айларға қарағанда сауаппен, жақсылықпен, игілікпен, құлшылықпен өткізуге мән беру керектігін осы жерде ұғынсақ болады. Бәрекелді, тамаша. Сөзіңізді толықтыра кетсек, жаңағы айтып отырсыз ғой, бұл сауап ерекшеленеді. Жабирден жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады деген. Алла тағала үшін осы Зүлхиджа айының алғашқы 10 күндегі жасалған жақсылықтан артық жақсылық жоқ. Және осы және басқа айдан және осы күнде жасалған сауаптардан артық сауап жоқ деп жаңа хадисте келеді деген. Сондай-ақ жаңа Ибн Аббастан жеткен хадисте бұл жылдың ең жақсы 10 күн болып табылады деп айтады екен. Ең жақсы 10 күн осы күндер дейді екен. Күндердің ішіндегі ең жақсы осы күндер деп есептеледі. Яғни осы күндер. Түндердің ішіндегі ең жақсы 10 түн, ол Рамазанның соңғы 10 түні. Түннен болса, жылдың ең жақсы түндері ол Рамазанның соңғы 10 түні. Түндері. Күндердің ішіндегі ең жақсы 10 түн осы Зүлхиджаның алғашқы 10 түні. Өйткені жаңа хадиске қарасаңыз, пайғамбарымыз не деп тұр? Салихалы амалдардың ішіндегі Аллаға ең сүйіктісі осы Зүлхиджа айында істелген 10 күндегі істелген салихалы амалдар дейді. Аллаға ең сүйіктісі деп тұр. Көрдіңіз хадисте. Сосын Алла тағала Құранда да «Уалаялин ашр» деп ант еткен. Осы 10 түндермен ант етем деген кезде тафсир ғалымдар айтады, Алла тағаланың ант етіп тұрған 10 күні осы Зүлхиджа айының алғашқы 10 түні айтылып тұр дейді. 10 күн айтып тұр, бәрекелді. 10 күнде ол ерекшелігін тағы бір өсі, бұл жерде жаңа қажылық, ораза, Арафатта тұрып дұға қылу деген сияқты бүкіл жаңа құрбан Арафат күнінің өзі де осы жерде. Барлығы осының ішінде жиылғаннан кейін осындай ұлы күн болып тұр екен. Енді Бекболат мырза, мынандай сұрақ. Енді бұл жердегі ең абзал енді осы 10 күндің ішіндегі атқарылатын бұл енді адам өмірінде ең маңызды күндер болатын себебі де сол шығар. Қажылық басталады. Қажылыққа мінекей кеше алдыңғы күндері Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы құрылған
осы қажыларды қадағалайтын, олардың денсаулығын, олардың қажылық дұрыс атқаруын қадағалайтын миссия тобы аттанды. Одан кейін бүгін мінекей қажылардың алғашқы легі аттанғалы отыр кешке таман. Енді осы алғаш кетіп бара жатқан адамдарға мысалға қандай ақыл кеңес айта аламыз? Жаңадан кетіп бара жатқан қажыларымыз нені ескеру керек? Ол жаққа барған, мысалы жаңадан атқарайын деп отқан адам шынымен ол бір барғаннан бірден қасиетті жер, қасиетті мекендер, оның бәрі адамға бір әсер етпей қоймайды. Ал енді тілді білмейтін, қасиетті жерге таппаған адам бірден жаңағы кейде сәл білімі артық адамның қасында адамның өзі қобалжып қалады. Ал енді пайғамбар басқан жерге аяқ тиіп қалған кезде көп адамдар сасқалақтап, талай нәрседен құр қалып қалуы мүмкін. Сондықтан да тәжірибеңізбен бөлісіп отырсаңыз осы маған байланысты. Нені ескерген жөн? Енді ең маңызды, Алла Тағала Құранда өзі айтады, Алла Тағала бізге жолын көрсетіп, Бақара сүресінің 197 аятында айтады: Әл-хаджу ашхурун маълумат, қажылық деген бұл белгілі бір айларда болады. Фаман фарада фихиннал хаджа, кім қажылыққа бекем бастаса дейді, яғни кім қажылығын бастаса, фәлә рафаса, онда ол қажылықта жыныс қатынасына түсуге болмайды. Уәлә фусуқа, және қажылықта ол күнәлі істерді жасамасын дейді. Фусуқ пасықтыққа бармасын дейді. Уәлә жидаля, және қажылықта ол талас тартыспасын ешкімге дейді. Алла Тағала Құранда. Одан кейін арғы аяттың жалғасында кімде-кім бір жақсылық істесе, я'ламхуллах, Алла Тағала ол жақсылықты біледі. Яғни сіз қажылыққа баратқан кезде біреудің алдына мақтану үшін, біреу үшін емес, біліңіз, Алла біледі. Алла білсе, сіздің қажы екеніңізді, сіз қажылықты дұрыс атқарғаныңызды жеткілікті. Одан кейін мына нәрсені айтады Алла Тағала: одан кейін азықтаныңдар. Яғни қажылыққа барар алдында барлық затыңызды түгендеңіз. Не аласыз? Ол кезде бұрынғы кездер білесіз, жолға шығу ауыр болған. Бүкіл азық түлігін алып шығатын. Сол кезде Алла Тағала мына нәрсені ескертеді: тазауаду, азықтаныңдар. Фа инна хайра зади тақва. Бірақ мына нәрсені біліңдер, сендердің алып жатқан азықтарының ішіндегі ең жақсысы ол тақуалық деген азық дейді. Алладан қорқу. Сондықтан қажылыққа баратын адамға ең маңызды нәрсе осы қажылыққа барардан алдын тақуалығын арттыруы, сабырлық деген көркем сипаттарды арттыруы. Өйткені қажылықта ол өте керек болады. Қарулану дейсіз ғой. Көркем мінезбен қарулану. Ол жаққа барғаннан кейін Алла Тағала неше түрлі сынақтарды береді. Қарапайым аэропорттан бастап сынақтар басталуы мүмкін. Сумкаңыз жоғалып қалуы мүмкін. Біреу келіп аяғыңызды басып кетуі мүмкін. Біреу келіп түртіп кетуі мүмкін деген сияқты. Келу керек болған нәрсе келмей қалуы мүмкін. Тамақ кешігіп қалады деген сияқты. Неше түрлі сынақтардан өткен кезде, сол кезде көркем мінез, сабырлық, тақуалық деген нәрсе өзінің үлкен рөлін атқарады. Сол кезде сіздің қажылығыңыз дұрыс қажылық болады. Сондықтан пайғамбарымыз хадисінде айтады, саллаллаху алейхи ва саллям, кімде-кім қажылыққа барып, жаңағындай фәлә рафаса, ешкіммен жаңағындай жыныс қатынас түспей, талас тартыспай, күнәлі іске бармай, осылай дұрыс қажылығын орындайтын болса дейді, ол мабрур қажылық болады дейді. Мабрур дегені қабыл болған жақсы қажылық, игі қажылық дейді. Ал сондай қажылықтың сыйлығы тек қана жәннат дейді. Міне, сондықтан қажылық сондай деңгейде өту үшін біз алдын ала баратын кезде осындай бір өзімізді дайындауымыз керек. Бір, екіншіден, бара жатқан мекеніміз Мекке, Мединеге барармыз, Мединеге зиярат етіп барамыз. Меккеге жалпы негіз қажылығымыз өтеді Меккеде. Сол Мекке қандай жер, тарихы қандай, ислам бізге қалай келді, жалпы ислам тарихынан сәлде болса мағлұмат, пайғамбарымыздың өмірбаянынан сәлде болса мағлұмат алып, жинап, осылай дайындықпен барғанымыз дұрыс болады. Бәрекелді. Тамаша. Жаңа айтып отырсыз ғой, шында да бұл ең керекті нәрсе тақуалық деп жатырмыз ғой. Бағанағы аятқа байланысты қалын бір айтқан екен, кімнің қажылығы қабыл болды десе, қабыл болған қажылық деген ол талас тартысы жоқ қажылық депті ғой. Қажылық деген ол талас тартысы жоқ қажылық депті. Бәрекелді. Олай болса сондай қабыл болған қажылықты бүкіл бағанағы халыққа нәсіп етсін дейміз. Қазақстаннан бара жатқан. Енді Ернар мырза мынандай ғой. Ихрам халі, енді қажылардың ең алғашқы атқаратын қажылыққа рәсімі ол сол Меккенің жаңағы миқат деп арнайы жаңағы Меккеге кіретін территориялардан өте бастағандағы бірінші орындалатын рәсім ол ихрам халіне ену және лаббайк аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, я Алла, мен алдыңдамын, Алла, алдыңдамын, сенің ешқандай серігің жоқ деп осыны мен байқағаным, лаббайканы Қағбаны көргенше айтады екен,
кейіннен қажылық жаңағы минаға шыққаннан бастап кейін ана тауафқа келгенге дейін айтады екен. Сонда осы қарап тұрсаң тас атуға барғанға дейін айтады екен, кейіннен қайтып бара жатқан кезде бағана. Сонда осыншама рет осы ләббайканы көп айтуының жаңағы серігің жоқ Алла, алдыңдамын деп айта берудің сыры неде? Ихрам халін кішкене түсіндіріп кетіп, сосын ләббайканы соншама қайталаудың сырын бір бөліссеңіз халықпен. Енді ихрам деген өзінің аты айталып тұрғандай, қарапайым басқа уақытта біздердің күнделікті істеп жүрген тұрмыс тіршіліктегі кейбір әрекеттеріміз, кейбір істерімізді ихрам кигеннен кейін мүлдем істемеу, яғни оған жоламау. Харам болады деген. Харам, былай айтқанда ол кісіге харам болады. Яғни намазда біз ифтитах такбир, яғни тахрим такбирін алған кезде сөйлеу, тамақ жеу, яғни басқа уақыттағы істеріміз қалай харам болса, оны істемеген болсақ, ихрам киген кезде, ихрамға өткен кезде мұсылман баласының басқа уақыттағы секілді істерін істейді. Кейбір адал істері тыйым салынады. Адал істері, әлбетте адал істері. Ол жерінде қарап тұрсаң, өзінің бірге еріп барған әйелімен қосылуы, былай айтқан кезде біреумен ұрысып таласуы, сол жердегі ағашты немесе өсімдікті жұлуы, аңшылық жасауы, немесе аңшылыққа көмектесуі, бір жәндікті өлтіруі деген секілді, сақал мұртын жаңағы алуы деген секілді мәселелер ол кісіге не болады екен? Тыйылады екен. Қашанға дейін? Ихрамнан шыққанға дейін. Енді қарап тұрсақ, ихрамның да өзінің бір астарына үңілетін болсақ, ол қажылыққа неше түрлі адам барады. Әртүрлі қабілеттегі, әртүрлі дәрежедегі, әртүрлі таптағы. Ол патша болуы мүмкін, қарапайым адам болуы мүмкін, бір бай бағлан болуы мүмкін, манап, неше түрлі адам бар. Алла кімге нәсіп етті, ол ішінде қарапайым кедей адам да болуы мүмкін, Алла тағала нәсіп етсе оған қарамайды. Ол барлығы. Бірақ не істейді? Ихрам киген адам Алланың алдына тең. Бөліп жарылмайды. Ихрам кидің ба, сен Алланың құлсың. Анау адам қай жерде жатыр, сен де сол жерде жатасың. Ол қай жерге барады, сен де сол жерге барасың. Оған әмір етілген нәрсе саған да әмір етіледі. Айтқан кезде бұл ислам дініндегі Алланың алдындағы тепе-теңдік, Алланың бағалайтын дүниесі сенің дүниең, мансабың, қолыңдағы мүмкіндігің емес, сенің көкейіңдегі, жүрегіңдегі иманың мен тақуалығың. Міне ихрам киген кезде, айтқан кезде күніміздегі біздердің қазір айтқанда қызығып, бағалап, бір-бірімізден арамыздағы жаңағындай дәрежемізді белгілеп жүрген нәрсенің бәрі ол жерде қалады. Ол жерде айтқан кезде басқа бір кеңістік. Басқа бір кеңістік. Ихрам кигенде міне осындай жағдай. Енді тәрбие мәселесіне келетін болсақ, біздің енді бұл тәрбие сөзі де біздің сөздік түсінігімізге бөтен сөз емес. Мысалға, бұрынғы айтқан кезде біреуді шақырсаң, біреуге сен ләббай деп айтады. Ләббай деген сөз бұйыр, немесе әмір ет. Яғни айтқан кезде сенің айтқаныңа мен бұл айтқан жүгінемін, соны істеймін деген секілді. Бұл айтқан кезде бұл қажылық Алла тағаланың бір нығметі. Және Алла тағаланың шақыруымен, Алла тағаланың нәсібімен болатын дүние. Сондықтан да Алла тағала бір адамды қажылыққа шақырған болса, өзіне қонақ еткен болса, демек ол Алланың пәрменімен, Алланың әмірімен, Алла тағаланың жақсылығымен сол жерге барып тұр. Соны құл не істейді? Тілімен соған алғыс айтады, соған рахмет айтады. Бұл айтқан кезде Алла тағалаға алғысын жаудырады. Сондықтан осыншалықты көп мәрте тәлбиенің айтудың бір сыры осыда. Ал енді Жәбірейіл келіп пайғамбарымыз саллаллаху не деген тәлбие айтқан жаңа үмметіңе дауысын шығарсын деген. Өйткені бұл Алла тағалаға сүйкімді амал, сүйкімді дүние. Өйткені бұл айтқан кезде мүлік те Алланікі. Мүлік, бұл айтқан кезде бүкіл мүмкіншілік Алла тағаланың еншілігінде. Қалағанына береді. Қалаған. Сондықтан да Алла тағала сол құлын қалап, сол қасиетті мекенге сондай бір керемет сауап жиналып, анасынан жаңа туғандай бір пәк халіне келтіруге Алла тағала мүмкіншілік жасап тұрма. Демек оны не істеу керек? Мың алғыс айтып, байқын кезде қайта-қайта тәлбие айтудың сондай бір ерекшелігі бар екен. Бәрекелді, тамаша. Сонда жаңағы тәлбияны ләббайк Аллахума ләббайк, сен серігің жоқ деп қайталай беруінде де тағы бір сыр. Ғұламалар айтқан екен, егер адамда серік қосу болса, ол қаншама сандалған ақшасы, қаншама жаңағы барып атқан күші 20 күн сияқты сандалып жүргені, қаншама шақырым қиналған, оның бәрі бос кетеді. Бекер, өйткені Аллаға серік қосу, Мұхаммед пайғамбарымызға дейін сен амалдың бәрін жойып жібереміз. Сондықтан да жаңа қайта-қайта ортақ қоспаймын, Алла серігің жоқ деп адамның айта беру, оның ар жағында жаңағы осы нәрседен қатты. Оның біріншісі жаңағы жүректегі серік қосу. Аллаға жүрекпен ортақ қосу, Бекмұлан Мырза айтып кетті ғой. Ниетпен ықыласты болу. Алла, сен ғана білсең болды. Адамдардың мені қажы деп ата, оны сол үшін мен төрге шыққым келіп отқан жоқ Алла. Рия көз бояушылықтан ада болу деген ең бірінші нәрсе бар екен. Ал енді мынау соңғы деректерді атап өтейік. Мекке қаласына дәл осы сәтте 1.300.000 қажы кіріп келген. Мекке оның 40% Медине қаласына орналасады. Өйткені Меккеге бірден сонша адамды қабылдап үлгере алмайды. Жаңа аэропорттардың өзі үлгеріп, самолеттарды қондырып үлгере алмай қалады екен. Әйтпесе мысалға Шереметьево деген аэропортты қандай үлкен екенін білемін. Содан
10 есе үлкен екен недегі Жидда қаласындағы аэропорт. Бірақ дегенмен оның 40% үлгере алмай қалып, 40% жаңағы Медине қаласына қоныстанады екен. Қазір дәл осы сәтте осыншама қажы кіріп келді дейді. Енді мынандай сұрақ Бекболат мырза. Қажылар енді ихрам халіне кірді, умрасын өтеді. Арада мысалға мынандай мәселе көп. Екі ортада көп адамдар қажылыққа дейін бір 3-4 күн уақыт болып қалады. Сол ортада көп адамдар уақытын ана қажылыққа дайындалуының орнына біреу магазин аралап кетеді, біреу ойбай тәтті тамақ іздейді, біреу пәлен қылады, түген қылады. Әсіресе әйел адамдарға қиын. Ол кісілер магазин жақсы көреді ғой. Сондықтан да жаңағы шынымен осы уақытты қалай өткізу керек? Осы аралықтағы бос уақытты қажы қалай тиімді пайдалану керек? Соған бір ақыл кеңес. Енді жалпы қажылықтың негізгі мақсаты адамдар сол Алланың разылығына жету, негізгі мойнындағы жүктелген парызды атқару болғандықтан осы мақсатты негізгі мақсат қылып алу керек, яғни құлшылықты. Әсіресе сол жерде енді қасиетті жерлерде әл-харам аймағында болғаннан кейін намазды көбірек оқып қалуға, сол жерде көбірек отыруға, пайғамбар мешітіне зиярат етіп барған кезде сол пайғамбар мешітінде саллаллаху алейхи ва саллям көбірек намаз оқып қалуға, өйткені ол жерде оқылған намаз, мысалы әл-харам мешітіндегі Қабаның маңайында оқылған намаз басқа мешіттерден жаңағы 100 000 есе артық болса, пайғамбарымыздың мешітінде оқылған 1000 есе артық. Міне, сондықтан осылай құлшылықты көбейту керек осындай жерлерге. Ал енді базарлыққа келетін болсақ, базарлыққа жалпы шариғат тыйым салмайды. Алла Тағала Құранда «Уәлә жунаха алейкум ан табтағу мин фадлиллахи» дейді. Алла Тағаланың құзырында жаңағы сіздердің бір Алланың кеңшілігінен іздеп саудаға түсіп кетулерің күнә емес дейді Құранда. Яғни қажылық уақытында саудамен айналысу күнә емес екендігін айтып тұр аят. Алайда оны негізгі мақсат қылмау керек. Негізгі мақсат қылмау керек. Одан кейін жалпы негізі бір нәрсені ескеруіміз керек. Бір нәрсені ескеруіміз керек. Ол жердегі бар дүние бізде де бар ол. Қазір негізгі нәрсе алатын ол негізгі ол жерден зәмзәм суын, сол құрманы, одан кейін Құрандарды, жалпы негізі осындай нәрселерге көңіл бөлу керек та. Қалған жаңа майда шүйден нәрселердің барлығы кәсіпі деп жатады, ол тәбарук деп алып жатады. Енді ол жақсы ниетпен біреулердің істеп жатқан нәрсе ғой. Бірақ алайда оның барлығы бізде бар болғандықтан біздегі жоқ нәрсеге көңіл бөлу керек. Одан кейін оны сауданы негізгі мақсатқа айналдырмау керек. Бәрекелді, тамаша. Мүмкін болатын болса соны жаңағы қажылық аяқтағаннан кейін істесе болады. Бәрекелді. Енді Ернар мырза, мынандай жағдай ғой. Енді артта қалған халық, мына бізде енді Арапа күні деп атамыз ғой. Арапа күнінде тоқаш пісіретін, үй тазалайтын күн деп. Сол жаңа Арапа күндегі қандай құлшылық атқарса болады. Арапа деп аталуының себебі неде деген сияқты. Соған тоқталсаңызшы. Енді Арафа өзі бір елеулі, бір маңызды күннің алдындағы күн, жалпы Арафа деп аталады. Ол енді кез келген мәселеге айтылуы мүмкін. Бірақ енді бұл жердегі Арафа сол қажылықтың өтелетін қасиетті жаңағы нелердің қажылардың Арафада тұратын, сонымен қатар Құрбан айттың алдындағы бір күн болып есептеледі. Бұл күн енді мұсылмандар үшін өте бір ерекше күн. Себебі жаңағы күндердің ішіндегі, аптаның ішіндегі ең қасиетті күн жұма болса, жалпы жылдың ішіндегі ең қасиетті күн ол Арафа күні. Жаңағы қажылықтың өзі Арафа деп атайды ғой пайғамбарымыз. Сондықтан да қажылықтың негізгі бір рүкіні, негізгі бір шарты Арафа болғандықтан, сол Арафада жасалған дұғаның қаншалықты қабыл, мақбұл және маңызды екендігі белгілі. Сол қажылықтар Арафада жасаған қажылармен қоса қарапайым мынау елде қалған қажылардың, қарапайым адамдардың дұға жасауы, құлшылық жасауы, солармен жүрекпен, ниетпен бір болуы бұл өте маңызды мәселе. Бәрекелді. Сол Арафа күні, дәл сол күні ораза ұстаудың бір арнайы бір ерекшелігі бар. Мысалы, бір күн ораза ұстаудың, сол Арафа күні ораза ұстау. Зүлхиджа айының алғашқы 10 күнде тағы қандай амал атқарсақ болады? Жаңа айтып отырмыз, ораза ұстаймыз 10 күн деп жатырмыз. Тағы не істесек болады? Сонымен қатар енді садақаларды көбейту. Жаңа оразаны айтып кетті ғой, ораза мәселесін. Жаңағы Арафа күніне байланысты пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи ва саллям ораза ұстау жайында сұралған кезде, имам Абу Қатададан келген хадисте пайғамбарымыз айтады: "Юкаффиру санатал мадията вал бақията" дейді. Өткен жылғы және осы жылғы күнәні жояды дейді. Яғни Арафа күнінің бір оразасы, бір күннің оразасы өткен жылдың күнәсін және осы күннің өткен жылдың алдыңғы жылдың өтіп кеткен жыл және осы қазіргі жыл, осы жылдың биылғы жылдың күнәсін жояды дейді пайғамбарымыз. Юкаффиру дейді. Арафа күнінің жаңа оразасы осында тұр. Яғни бұл ораза жаңағы Арафада емес адамдарға қатысты. Яғни осы елдегі адамдарға қатысты. Қажылықтағы адамдар.
Ал қажылықтағы адамдар арафа күні арафа жазығында, арафа жаңағыдай төбесінде тұрады. Ол күнге қатысты жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадис айтқандай, ол күні Алла тағала періште, Алланың мейірімі түсіп, Алла тағаланың жаңағыдай періштелерінің алдында құлдарының алдында мақтанады дейді. Яғни осы күнге, сосын сол күні кім кешірім сұрайды, оны кешірем деп Алла тағала уәде береді дейді. Сол күні Алла тағала ерекше жандарды тозақтан құтқарады дейді. Ерекше сан көп деген жандарды тозақтан құтқарады деген бар. Сол арафада тұрған, өйткені қажылықтың өзінің рәсімі, өзінің рүкіні ол. Өйткені пайғамбарымыз хадисінде әл-хаджу арафа дейді. Қажылық деген ол арафа дейді. Қажылық деген арафада өтіп тұрмаса, ол қажылық болмай қалады. Міне, сондықтан осы 10 күннің ішінде мұсылман адам не істеу керек? Жалпы жақсы амалдарды көбейту керек қой. Туысқанмен қарым-қатынасы, садақа беруді көбейтуі, намаз, Құран оқуы, Алланы зікір ету. Өйткені Құранда ата жаңа қажылық санаулы күндер дегеннен кейін фазкуруллаха фи айями мадудат дейді. Санаулы күндерде Алланы еске алыңдар дейді. Жаңағы аяттарда жаңағы арафаға барған кездерінде, арафадан жаңа Муздалифаға қайтқан кездерінде фазкуруллаха дейді. Алланы еске алып тұрыңдар дейді. Алла тағала әрдайым осы нәрсені ескертеді. Арафаға барған кезінде уастағфируллаха деген аят сөзді қосады Алла тағала Құранда. Жаңа Алладан кешірім сұрап тұрыңдар дейді. Яғни осындай рәсімдер, осындай амалдар көбеюге. Жаңа біз айтып кеттік қой, Алла тағала пайғамбарымыз хадисінде айтқандай, осы 10 күн Алла тағала үшін ең ұлы, ең сүйікті күндер деп. Неге? Өйткені ғалымдар айтқан кезде бұл 10 күннің ішінде ең ұлы ғибадаттар жиналған дейді. Ұлы ғибадаттар ол не? Садақа, намаз, қажылық, құрбан шалу, барлығы осы 10 күннің ішінде. Дұға, барлығы осы үлкен құлшылықтар осы 10 күннің ішінде тұр дейді. Бір уақытта. Тамаша. Олай болса, естіп отырсыздар құрметті телекөрермендер, біз жылдың ең маңызды, ең сауапты, ең қасиетті сауаптар еселенетін. Тіпті егер адам жамандық ойласа, оның жаңағы істеген күнәлары да еселеніп кететін. Сондай бір қасиетті күндердің қарсаңында тұрмыз. Осы мүмкіндікті бос жіберіп алмайық. Бұның сауабынан бір жыл күнәсі алдыңғы жылғы, кейінгі жыл күнәлары кешірілетін болса, мысалға ол күнә кешіріліп арқылы адамға қаншама игіліктің жолы ашылады. Осындай мүмкіндіктерді жіберіп алмайық. Мынандай игіліктерді жасаған жөн депті ғұламалар. Жаңағы 9 күн бойы ораза ұстаңыз дейді, жаңа арафат күніне дейін. Айт күн ұстамаймыз. Такбир, тасбихтар айтып, жаңағы Аллаға мақтауларды көп айтыңыз. Садақа беріңіз, айтқанда ауруларды зиярат етіңіз. Жаңағы 5 уақыт мешіт намазға, мешітке баруға тырысыңыз дейді. Нафил намаздарды көбейтіңіз. Сүнген барып туыстармен қарым-қатынас және құрбан айтқа қатысып, шамаңыз келсе құрбан шалыңыз деген екен бағана. Енді осындай сұрақтардың тағы біреуі Ереке. Құрбан айт жақындап қалды, енді өзі соған келіп жетті. Құрбан айттан жақындағанда тағы да айтамыз, дегенмен қазірден бастап қамдануымыз керек. Зүлхиджа айы өткені кірді. Құрбандыққа қандай малдар жарайды, осының әдебі мен шарттарын айтып кетсеңіз. Құрбан шалудың үкімі қандай дегендей. Жаңағы сөзімізді бір толықтыра кетсек, арафа күні Алла тағала тозақтан сондай көп адамдарды азат еткен секілді басқа күндерде сондай азат етпеген дейді. Яғни Алла тағала сол арафаның күнінің құрметіне көп адамдарды айтқан кезде рахымшылық жасап тозақтан азат етеді екен. Сонымен қатар енді жаңағы тәшрих тәкбірде осы құрбан айттың мерзімінде парыз намаздан кейін ерекше бір жаңағы парыз намаздан кейін жаңағы тәшрих тәкбірін айтып, Алланы ұлықтап, мадақтап, айт намазына бара жатқанда да келе жатқан кезде де тәкбір айтып, сондай мұсылманда бір ерекше бір рухани бір кемелденетін, түлеп рухани бір сондай бір керемет рухтанатын уақыт. Енді құрбанда әлбетте енді өзінің аты айтып тұрғандай жақындау, Аллаға деген өзінің бір адалдығын, Аллаға деген беріктігін дәлелдейтін бір құлшылықтың, ғибадаттың түрі. Енді құрбанда әлбетте жаңағындай өзінің жаңа нисап мөлшеріндей зекет беретіндей жағдайы болмаса да, жағдайы бар адамның шалатын айтқан кезде бір құлшылығы. Енді құрбан мәселесіне келетін болсақ, құрбан енді шариғатымызда жаңа қой малы, қой ешкі, сиыр, түйе секілді малдан шалынады, ол малдардан шалынады. Қой жаңағындай 6 айдан кем болмау керек. Ол 6 ай болған күннің өзінде жаңа семіз, дене бітімі 1 жылдық жаңағындай қоймен жаңа сондай дәрежеде болу керек. Ал енді сиыр малы бұл жаңағындай 2 жасқа толуы қажет, түйе малы 5 жасқа толуы қажет екен. Міне соны шарт. Сол уақытта одан кейін жаңағы кемшіліктер мәселесіне келетін болсақ, көзі соқыр болмау керек, құлағы немесе құйрығы түбінен жоқ болмау керек, яғни жартысынан көбі жоқ болмау керек. Құрбан соятын жерге дейін бара алмайтындай дәрежеде ақсақ болуы, әлсіз арық болуы, немесе көтерем болуы деген секілді мәселелер. Жаңағы емшегінің
жаңағындай жоқ болуы немесе семіп қалуы деген секілді кемшіліктер, яғни бұл құрбан шалатын малдың бойында болмауы қажет. Енді құрбан дегеніміз бұл Алла тағалаға біздің айтқан кезде ол еті де, қаны да Алла тағалаға бармайды, тақуалығымыз барады. Бірақ біз Алла бізге осыншама мүмкіндікті, осындай нығмет беріп тұрған кезде Алла жолында біз бұл құрбанның мәселесінде аянып қалмауымыз керек. Ай, бәрекелді, тамаша. Бізге хабарласқан телекөрерменіміз бар екен, қабылдап жіберейік. Ассалаумағалейкум. Эфирде сіз, тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Мен Жарқайын ауданы Ақмола облысының Ержайын қаласынан едім. Мендегі сұрақ, мынау қазір умраға барып келген кісілер, мұсылмандар, өздерінің қажымын деп есептейді. Менің түсінігім бойынша умра бір бөлек, қажы бір бөлек. Енді мына телевизорда қазір передачаны қарап отырмын, сонда айтып жатыр. Умраға барғанда Арафат тауына бармайды ғой, тас лақтырмайды шайтанға. Бәрекелді, түсінікті. Сондықтан Рахмет. Түсінікті, бәрекелді, түсінікті болды. Енді біздің бабаларымыз қажы деп оны өмір бойы жаңағы сол өзінің азан шақырып қойған атына қажы атын қосып сондай құрметтеп сыйлап өтуде. Әлбетте Алла тағаланың дініне, Алла тағаланың сондай бір ерекше құлшылығына жасаған бір керемет ілтипат, құрметі. Енді ал енді умра болатын болса, бұл енді үлкен қажылық емес, әлбетте ол жылдың кез келген маусымында жасалатын кіші қажылық деп жатаймыз. Негізінде қажылық осы Зүлхиджа айында орындалатын, осы құрбан айттың уақытында орындалатын үлкен қажылық болады. Сондықтан да осы қажылыққа барып келген кісіні қажы деп өтеген деп. Енді бірақ жаңағы мақсат, жаңағы айтқанымыз секілді, мен қажы болайын, қажы деп аталайын, қажеке деп атасын, құрметтесін, төріне шығарсын емес. Біз Алланың алдында қасиетті парызымызды орындау үшін бұл жерге барамыз. Бәрекелді, тамаша. Жаңа құрбан айт туралы айтып жатырмыз ғой. Ибн Аббастан жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху айтты, туыстық қарым-қатынасты сақтаудан кейін Алла үшін құрбандық шалудан сүйікті амал жоқ деп айтты. Енді осы жерде Ереке, мынандай мәселе ғой. Құрбан айт пен ораза айтының ерекшелігі неде? Қандай ерекшелік бар? Енді екеуі де айт қой мысалға, бірақ дегенмен қандай ерекшеліктер бар екеуінде? Енді мұсылмандардың төл мерекесі бұл қос айт. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Мадинаға барған кезде Мадина халқының тойлап жүрген бір мерекесін көріп, не дейді? Бұдан кейін сендерге бұдан да хайырлы, бұдан да абзал мен не істеймін деді, екі мерекені бекітемін деді. Бұл ораза айт. Ораза айт дегеніміз, яғни 30 күн бойы Рамазанда ауыз бекітіп, сөйтіп альхамдулилля деп оразасын аман есен бітіргеннен кейін Алла тағаланың бір мұсылмандар жасаған бір сый сияпаты, бір жақсылығы. Ал енді құрбан айтта сол Рамазан айы өткеннен кейін, арада енді қарапайым халықтың тілімен айтқан кезде 70 күннен кейін осы қажылардың, қажылықтың уақытысында мұсылмандардың бұл құрбан айттың ораза айтқа қарағандағы бір ерекшелігі бұл құрбан шалу. Құрбан айт деп сөйтіп біз солай айтамыз, құрбан айт. Сондықтан да бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи келген сол замандағы байланысты бір хадисте не дейді? Біз осы айт күндегі ең алғашқы істейтін ісіміз бірінші намаз оқу болатын, екінші құрбан шалу болатын дейді. Ең алғашқы істейтін ісіміз. Сондықтан да бұның ерекшелігі құрбанда тұр. Тағы бір хадисте айтады, құрбан шалған малдың үстінде қанша қыл болса, яғни қанша түк болса, соншалықты сауап болады. Енді ойлаңыз, қой шалдыңыз, тура мына тұяғынан бастап бүкіл денесінің бәрі қыл. Ол қарапайым адамның басының өзінде 130 мыңға жуық шаш болады екен. Ал енді қойдың үстінде қаншама, бәлки миллиондаған. Сондықтан да бұл Алла тағаланың бізге бір ерекше бір сауап жинауға жасаған бір мүмкіншілігі деп біз білеміз. Бәрекелді, тамаша екен. Енді бізде тағы бір хабарласқан телекөрерменіміз бар екен, қабылдап жіберейік. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Маржан, Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын сізге. Құрбандыққа егер шамаңыз жетті, 2 түйе, 2 сиыр, немесе одан да көп сала берсе бола ма? Және сол шалынған етті ағайын туысты шақырып тамақ берсе бола ма сол етке? Рахмет. Кім жауап береді? Не деді? Сұрақта 2 сиыр, 2 түйе деген? Иә, артық көбірек сойса бола ма? Бір адам. Иә. Енді бұл жерде әрине рұқсат етіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи риуаятта келеді, 2 қой сойған айтылады. Біреуін менің отбасым үшін деп шалған, өзінің отбасы үшін. Екіншісін жаңағы маған иман келтірген, шамасы келмейтін мұсылмандардың атынан деп шалған. Пайғамбарымыз осылай, яғни бір адам өзінің, және тағы бір риуаят бар, пайғамбарымыздың 70-ке жуық түйені шалғандығы айтылады. 70-ке жуық түйені өз қолымен бауыздаған, шамасы қалғанын Әлиге тапсырып, Әли жалғастырған айтылады хадисте. Бұл нені білдіреді? Бір адамның бірнеше малды
құрбандыққа шалуға рұқсат екендігін білдіреді. Жаңа айтқандай мысалы Көбірек өзінің атынан бисмилля деп құрбан шалды. Біріншіден өз атынан шалыну керек. Басқа малды жаңағы өзіңіз айтқандай басқа қайтыс болған ата бабаларының атынан, пәленше атамның атынан, Алланың разылығы үшін, туысқандарының атынан, шамасы келмейтіндерін деуге болады. Ал енді үлкен ірі мал, қара мал, сиыр, түйе сияқты малға кем дегенде, яғни ең көбі 7 адам қосылып шалса болады. Яғни мысалы бір адам шамасы келмеуі мүмкін бір сиыр шалуға, 2 адам шамасы келмеуі мүмкін, 3 адам болып, 4 адам болып, немесе 5 адам болып, ары кетсе 7-ге дейін. 7 адам жиналып бір сиыр сатып алып шалса болады, немесе 7 адам жиналып бір түйені сатып алып шалса болады. Қойды олай саламаймыз. Қойды тек қана бір адам ғана өзінің атынан ғана шалады. Бәрекелді, тамаша. Өзінің атынан немесе отбасының атынан. Енді осы жерде тағы бір мәселе айта кетсек, мысалы бір дәулеті бар, сондай бір жағдайы бар азаматтар қойдың орнына мысалы жалғыз өзі сиыр немесе түйе шалуына болады. Әрине, ол әрине өте керемет болады. Енді бізде көбінесе әр адам бір жеке қой сойған, енді көбірек жайылған дүние ғой. Басқа мемлекеттерде, мұсылман мемлекеттерінде көбінесе сол ірі қараға бірігіп 7 адам сөйтіп барып шалып жатады. Өйткені қанша айтқанмен ірі малдың кесімі үлкен болады. Еті деген секілді сол жағынан мән. Сондықтан да бізде де егер жаңағы 7 азамат бірігіп, немесе 7-ге толу шарт емес, 5-еу болуы мүмкін, 3-еу болуы мүмкін, 4-еу болуы деген секілді ірі қара мал шалып жаңағы өздеріне немесе жаңағы таратуына да ол өте бір тамаша дүние болады. Бәрекелді, тамаша. Пайғамбардың мынандай керемет тағы бір хадис жетеді екен. Әйел Хафса айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына 4 нәрсені ешқашан таштамаған дейді. Ашура күнінің оразасы дейді, Зүлхиджа айының 10 күніндегі алғашқы оразасы дейді, сосын айдың ортасындағы 3 күн ораза дейді, және таң намазының алдындағы 2 ракат сүннетті ешқашан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тастамаған деген хадис бар екен. Енді айтқа да келіп қалдық. Енді айт мәселесі, енді Бекболат мырза, айтты қалай тойлаймыз, айт намазына бару, соның әдептері деген сияқты мәселеге тоқталсаңыз. Айт күнінен бұрын Арафа күні жайында бір айтып кетейін. Арафа күні жаңа айтылды ғой, қадір қасиеті бір мұсылман адам, жаңағы Ернар ағамыз айтып кетті, тәкбір ташриқ айтылу керек деп. Сол тәкбір ташриқ Арафа күні, яғни айт намазына бір күн қалған кезде таң намазынан кейін, таң намазының парызынан кейін айтылу керек. Яғни тәкбір ташриқ Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, валлаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд деп тәкбір парыз намаз сәлем бергеннен кейін осы бір рет айту уәжіп, тағы да 3 рет айту немесе тағы да қосу мұстахаб болады. Бұл тәкбір ташриқ айтылады осы Арафаның бірінші күнінен бастап, және осы Арафаның бірінші күн, осы күнінен бастап мұсылмандар көшеде болсын, қай жерде болсын, осы тәкбір ташриқты тірілту керек. Осы нәрсе қазір бізде қоғамда айтып жүру керек. Әсіресе айт күні таңертең айт намазына баратқан кезде, әсіресе осы кезде пайғамбарымыз қатты дауысын шығаратын. Көшеде кетіп баратып, Аллаху акбар деп, жаңағы ла илаха иллаллах, валлаху акбар деп тәкбір ташриқты айтып, жалпы қоғамның ішінде Алланы ұлықтауды жариялап, ерекше күн екендігін осылай білдіретін, сездіретін осылай тәкбірмен. Осылай басталу керек айт күні. Содан кейін жаңағы сол айт күніне байланысты әдебімізге келетін болсақ, мұсылман адам ең таза киімдерін киіп, әтерін себініп, жаңағы жаяу баруға тырысып, жаяу барса жуынып, шайынып, тазаланып, ең әдемі әсем киімдерін, таза киімдерін киіп, мешітке барып, жаңағы орналасу керек. Одан кейін құттықтау сөздерін айту. Сахабалар айтады, біз пайғамбарымыз уақытында тақаббалаллаху минна ва минкум деп айтатынбыз дейді. Бір-бірімізге Алла бізден де сізден де қабыл етсін деп, бізде қазақстанда қабыл болсын деп айтамыз. Айт қабыл болсын деп айтамыз. Міне, осының барлығы қарасаңыз хадистерден алынған сөздер. Осылай құттықтау, мешітке барған жолынан бөлек жолмен қайту. Пайғамбарымыз солай істейтін. Мешітке барған жолынан бөлек жолмен қайтатын дейді. Неге? Ғалымдар осының себебін айтқан кезде көбірек адамды құттықтау, көбірек адаммен жолығу дейді. Міне, айт намазына осындай ұлы істерді істеуіміз керек, және садақаны көбейту керек. Айт намазы баратып, бірге садақа беріп кету, жаңа мұқтаж жандарға садақа беріп кету деген үрдісті біз әдетке айналдыруымыз керек. Біз енді қазір мешітте оқимыз, жалпы пайғамбарымыз жаңа үлкен алаңдарда оққан. Енді қазір енді адамдар мешітке үйреніп, әбден жаңа мешіт таңсық болмаған жағдайда, бәлки бізде сондай бір үлкен бір алаңға барып, оны алдын ала тазалап,
сондай бір кең далада сондай сапта бір көп болып тұрып оқуды Алла тағала иншалла баршамызға нәсіп етсін. Енді Біләл Хабашиды жанына ертіп барып әйелдердің сап құрған жерінен пайғамбарымыз салсам садақаларыңды садақа беріңдер деп әйелдерді де садақа беруге солай үндеген екен пайғамбарымыз. Тамаша. Мына қырғыздарда сол байқап қалдық, осы бір соңғы жылдары орталық алаңда сөйтіп жамағатпен айт намазын оқып жатыр, бәрекелді. Енді жаңа сөзіңізді бір жүйелеп, бір халыққа нетіп ескертіп кетейік, сүйіншілеп. Бірінші осы құрбан айтқа күнігі әдебі, жөн жосықтары, бірінші амал қуаныш пен шаттық танытуымыз керек. Міндетті түрде адам қуанып жүру керек, қуанса сауап болады бүгін. Құлшылық болып табылады. Ғұсыл құйынып бой дәрет алыңыз ниетпен. Үшінші жақсы киім, әдемі, жаңа, жалтырап тұрған ең жақсы киіміңізді осы мейрамда кию керекпіз. Ол да үлкен сауап екен. Құрбан айт намазына шығудан бұрын қайтып келгенше еш нәрсе жемегеніңіз жақсы екен. Оған да қазір тоқталамыз, Айт намазына мешіт алыс болмаса жаяу барғаныңыз жақсы дейді әдеп бойынша. Айт намазына мүмкін болса әйел бала шағаңызбен қатысқаныңыз абзал дейді. Айт намаздан қайтарда жаңа өзіңіз айтқандай басқа жолмен қайту, мерекелі тәкбірлерді айту, құрбан шалу және отбасыңызбен, ата-анаңызды, достарыңызды құттықтау мен сыйлық үлестіру. Осы жерде бір нәрсені бір ескеріп кетейін. Айша анамыз радиаллаху анха айтады. Егер пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүгінгі күннің әйелдерінің қандай халге түскендерін, қандай іс-әрекетке түскендерін білгенде, пайғамбар сын көптеген әйелдерді мешіттен тыйып тастар еді дейді. Осыған орай біз мазхабымызда әйел адамдардың айт намазына баруы, көпшілік жерге көп баруы макрух саналады. Өйткені пайғамбарымыздың уақытында әйелдер мен сахабалар баратын мешітке. Ол кездегі жағдай бөлек болды. Енді Айша анамыздың сөзіне қараңыз. Көрдіңіз ба? Заманның бұзылғандығының, замандағы халықтың бұзылғаны, мінез бұзылғандығына байланысты Айша анамыз жаңағы әйел адамның несін ұнатпай тұр. Сол себепті бізде ғалымдар осыған қарап, ғалымдар жаңа айт намазына әйел адам баруына рұқсат, бірақ макрух деп есептеген. Бірақ рұқсат деген. Рұқсат, бірақ макрух деген сөздер бар десеңші. Бәрекелді, тамаша. Енді Ереке, құрбандықтың етін қалай үлестіреміз деген сұрақ. Қалай үлестіреміз және оның етін өзі адам жесе бола ма? Әлгі анау үйге келін түскен кезде, ет асылған кезде оны өзі жемейді деген сияқты мәселені дәлел келтіріп кейбір кісілер жеуге болмайды деп айтады екен құрбандықтың етін. Оны өзің жемеуің керек, бәрін тарқатып жіберу керек деген сияқты. Жеуге бола ма адамның өзі құрбандықтың етін? Және тағы мәселе, сондай мұқтаж адамдардың тізімін қайдан алсақ болады мысалы? Көп адам осындай сұрақ келеді. Енді адам шалған құрбанның етін жеуге әбден болады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы өзіңіз айтқан секілді ештеңе жемей барып ең бірінші жегені сол шалған құрбанның еті болатын дейді. Енді етті үлестіру мәселесіне келетін болсақ, ол жағдайға байланысты. Егер шалған кісінің шиеттей бала шағасы болып, және етке өзі көбірек мұқтаж болса, шалған малының етін түгел өзіне алып қала алады. Түгел алуына болады. Рұқсат десе. Рұқсат. Түгел алып қалып өзінің бала шағасына азық қылса болады. Ал енді абзалы үшке бөлу, бір бөлігін өзіне алу, бір бөлігін ағайын туыс көрші қолаңына беру, бір бөлігін жетім жесір жарлы жақыбайға беру. Бәрекелді. Осылай. Ал енді түгел бәрін таратып жіберем дейтін болса, ол кісіге де ешкім қой деп айтпайды. Ешкім қой деп айтпайды. Ал енді бұл мұқтаж адамдардың тізімін қайдан алсақ болады деген мәселеге келетін болсақ, Құдайға шүкір, қазір мешіттің 4 бағытының бірі осы қайырымдық бағыт болғандықтан, мешітте мұқтаж адамдардың, кіріптар адамдардың тізімі, олардың мекен жайы, олардың жай күйі үнемі бақылауда, олардың қал жағдайы білінуде. Сондықтан да мешіттен алсаңыздар болады. Ал мешіттен басқа мына жұмыспен қамту орталығы райсовет дейміз ғой, немесе әкімшілікте сол жаңағы әлеуметтік аз қорғалған көпбалалы отбасылардың тізімдері бар, сол жерден барып алыпса болады. Сондықтан да адам енді өз апарып үйіне апарып таратамын десе де біледі, енді ол өзінің шешетін мәселесі. Бәрекелді. Ал енді мысалға жаңа осы сұрақтың жалғасы. Мысалға басқа дін өкілдері, мысалға орыс болсын, басқа болсын, сондай өкілдерге беруге бола ма құрбандықты? Болмаса сосын жаңағы мысалы көп адамдардан да сұрақ туады. Мешіттің алдында бір арнайы бір қайыр сұрап тұратын кісілер болады ғой мысалға. Осындай адамдарға берген абзал ма, жоқ әлде үйінде отырған жаңағы арнайы сұрауға ұялып отқан, арланып отқан. Сондай кісіге берген абзал ма деген сұрақтар. Енді өзге дін адамдарына құрбанның етінен немесе садақадан берудің ешқандай бір әбестігі жоқ. Тіпті зекеттен де оларға муаллафай құлуб, яғни жүректері исламға жылынсын, илтипат болсын деген мақсатта зекеттен берілуге, былай айтқан кезде Құранның бір зекет берілетін бір тобына кіргізілген. Енді құрбан етінің жаңағындай мұсылманға деген көзқарасы, исламға деген илтипаты артып, мұсылман болуға ықтималы бар деп берсек болады.
Ал енді мешіттің алдында қайыртылып тұрған кісілерге мәселесіне келетін болсақ, енді біз өзіміз мешітте жұмыс істегеннен кейін сондай арнайы қайыртылеуді машықтанған, оны кәсіп қылған кісілер бар. Бірнешеуіне біз айттық, үйіңізге барайық, қал жағдайыңызды көзбен көрейік, сөйтіп жаңағындай ол жерде тұра беріңіз, бізге оның қарсылығымыз жоқ, тіпті қосымша көмектесейік деп едік. Көпшілігі өзінің үйін көрсетуден қашты. Көрсетпей жолатпады. Сондықтан да енді қолдан келгенше адамның мұқтаж екендігіне көз жеткізіп барып бергеніміз дұрыс болады. Бәрекелді, тамаша. Енді мынандай сұрақ қой, Бекболат мырза. Жаңа айтып жатырмыз ғой, енді айт намазына шығардың алдында, жаңағы құрбан айт намазына шығардың алдында пайғамбар мешітіне жемеген. Сол кезде сәресіге тұру керек па? Деген сияқты сұрақты болады. Көп адамдардан сұрақ болады. Сәресіге тұрып айтта да шатастырады. Ораза айтта көп шатастырады. Оразатта да шатастырады. Сәресіне тұру керек па, жоқ па? То есть құрбан айт күні азанда ештеңе жемеу керек деген, сәресіне тұрып барып жемеу керек па, және ол қай кезде тамақ ішіп бастау керек? Енді ол жерде бір қатаң бір тыйымдар, немесе бір былай істесе былай күнә болып қалады деген сияқты тыйымдар жоқ жалпы. Бірақ пайғамбарымыздың ісіне қарайтын болсақ, пайғамбарымыз қалай істеген деген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ораза айттың алдында жаңағы бірнеше құрмаларды жеп баратын дейді. Ораза айтта. Сәресіне тұрмайды бірақ. Жоқ, сәресіне тұрмайды, бірақ ораза айт намазының алдында бірнеше құрмаларды жеп баратын. Жеп барады. Ал құрбан айт күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам еш нәрсе жемей баратын дейді. Және сол күні пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам ең алғашқы дәм татқан нәрсесі өзінің шалған құрбандығы болатын дейді. Яғни мақсаты жаңағы бүгін міне мен құрбан айтқа баратырмын және құрбан шалам. Ең әуелгі жеген нәрсем сол құрбанның шалғанның дәмін бірінші көрейін деп осылай пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам еш нәрсе жемей баратын дейді құрбан айт намазына. Сонда сүннетке және мұстахаб амалдарға жатады ол. Құрбан айт намазына барған кезде еш нәрсе жемей бару. Сәнетке еш нәрсе тұрмайсыз, тек еш нәрсе жемей бару құрбан айтқа. Одан кейін айт намаздан кейін сізге рұқсат етіледі. Жалпы оған дейін де рұқсат етілген, бірақ бұл жерде жаңағы пайғамбарымызға көбірек жақындырақ кім істеген сауаптырақ болу үшін дейсіз ғой. Сөйтіп жаңағы өзіңіздің сауап іздеген адамға осылай. Ал жалпы басқаша істеп қойса, ішіп қойса, немесе намазға жеп бір нәрсе ішіп барса күнә болып қалады деген ұғым жоқ ол жерде шариғатта. Бұл жерде жалпы мұсылманның сауапты іздеуі. Жаңағы мысалы сұрақ қойып отырсыз ғой, жаңағы мысалы сұрап келу біреу бар, жаңағыдай оған да байланысты айтады. Жаңағы нағыз мұсылман дейді, береді кімге дейді? Лиссаили вал махрум дейді. Сұраушыға дейді. Сосын махрум қалған адамға. Махрум қалған деп тұрғанда сұрамайды, мұқтаж өзі, бірақ ана садақадан махрум қалып қалады. Соны да нағыз мұсылман сұрап келгенде де береді дейді. Одан кейін өзі барып сұрамайтын адамға да береді дейді. Осы мұсылмандан сауап іздеген адамға осындай амалдарды өзі іздеп тырысу керек. Бәрекелді. Енді Ереке анау көп халықтың қойылатын тағы бір сұрақтардың біреусі, мына міндетті түрде жеті үйге айттау керек па, жеті үйге айттау керек деген. Жеті үйге айттамаса болмайды деген сондай сұрақтар бар. Жаңағы сол жеті үйге айттау деген шарт па, немесе жаңа айттау қалай жүзеге асу керек деген сияқты ғой. Енді бұл айттау мәселесі бұл біздің қазақ халқының қонақжайлығына байланысты мәселе болса керек. Себебі басқа ислам мемлекеттерінде айт күні жаңағындай айтшылап барсаң бір кәмпит ұстайды да айтың құтты болсын жібереді. Ол дастархан жайып біз секілді тамақ аспайды олар. Бірақ бұл біз жерде біздің қазақ халқының сондай қонақжай, дархан, дастарханның үнемі ашық болғандығының бір ерекше белгісі. Бұл осы айтты пайдаланып, біз енді күнделікті күйбең тіршілікте ағайын, туыс, жора жолдас, жекжат құдаларды күнде көрмейміз. Сылай рахим деген нәрсе бар. Яғни туыстық қарым-қатынасты нығайтатын нәрсе ол көрісу, көзден ұзақ, көңілден жырақ деген. Сондықтан да осы айтты пайдаланып біз көп айтсылауымыз керек, кіруіміз керек. Мынау ауылдың өзінде қарапайым қазір бір-бірін айттамайды адамдар. Өкінішке орай. Бірақ мынау кезінде, аштықтың кезінде адамдар жаңа бір-бірінің үйіне кіріп, аш емеспіз, тоқпыз, әшейін дабыраға жүрміз деп айтады екен. Ал енді мынау айтты, дастархан сол үшін жайылады. Біз қазақ халқы сондай құрметтеп, сыйлап, сондай бір ерекше дастархан жаямыз осы үшін. Бұл біздің бір ерекшелігіміз, біздің ұлттық бір қабілет, біздің бір сондай бір керемет қасиетіміз. Сондықтан да осы айтты неғұрлым көп адамды аралап, үйіне кіріп, қал жағдайын біліп, көрісіп, білісу бұл өте тамаша дүние болады. Себебі бұл жаңа көрісіп білісу, мұсылманның бір-бірімен араласып тату болуы шариғатымыздың мән берген маңызды мәселелерінің қатарына жатады. Бәрекелді. Бұл жаңағы туысқанмен қарым-қатынас
айт туысқанмен қарым қатынас және айт мейрамының негізгі жаңағы мақсаттарын орындау ғой енді, яғни то есть адамдардың бір біріне қарым қатынасы күшеюі, махаббат артуы, сыйлық беруі, жаңа мейрамды сезілту, яғни бәрекелді. Тамаша. Мысалы қалада қазір өкінішке орай бір үйде тұрады, бір-бірін танымайды, бір-біріне кірмейді. Бір лифтімен түседі, амандаспайды. Міне осы айтты пайдаланып, бір кішігірім сыйлық жасап, ең құрбанда подъезіңізге айттыңыз дейсіз. Орамал том болмай жол болады деп бір сыйлықпен барсақ, дегенмен де адамның жүрегі жібейді сол нәрсеге. Сондықтан да бұл айт кезінде қазір мына өкінішке орай мен айтайын, басқаны білмеймін, мынау жаңғақ пен апельсинді көрсем, маған еріксіз жаңа жыл есіме түседі. Өйткені кішкентай кезде біз мектеп жасында жаңа жылда осы жаңғақ пен апельсин қосылған бізге сыйлық тартатын. Сол секілді қазір біздің өсіп келе жатқан ұрпағымызға құрбан айт пен ораза айтын түсініп, оны түйсініп бойына сіңіріп бір керемет тамаша мейрам ретінде қалыптастыру үшін біз жақсы сыйлықтар беріп, осыны ерекше атап өтуіміз керек. Бәрекелді, тамаша. Енді Бекболат Мырза, уақытымыз өте аз қалды. Әлгі жұма намазына алғаш барған адам түйені садақа құрбан шалғандай сауап болады деп келеді ғой хадисте. Сөйтіп ең соңында жаңағы тауықты құрбан шалғандай сауап болады, жұмыртқан құрбан шалғандай сауап болады деген хадистерден кейбіреулер тауықты да құрбан шалуға бола ма, осы құрбан айтта деген сияқты сұрақтар туындайды деген. Енді қазақ жылқы жейді ғой енді. Жылқы шалса не болады? Мысалы, 7 адам бірігіп жаңағы сиыр шалып алды. Қазақ жылқы жейді мысалы. Жылқы шалса не болады құрбандыққа? Жылқы жалпы құрбандыққа жарамайды. Өйткені Құранда Алла Тағала оны бұйырмаған, пайғамбарымыз хадисінде оны бұйырмаған. Себебі негізі жылқы жалпы негізгі табиғаты, негізі ислам тарихында ол соғыс құралы болып есептелетін. Соғыс құралы. Пайғамбарымыздың уақытында да, сахабалардың уақытында да ол соғыс құралы болып есептелетін, негізгі мақсаты сол болатын. Мініс көлігі болып есептелетін. Кейін келе жаңағы қазақтың жерінде енді үйір болып жылқы жүргеннен кейін, әрине қазақ адам ол үйір жылқы жүргеннен кейін оның Құранда тыйым салынбағаннан кейін, пайғамбарымыздың хадисінде тыйым салмағаннан кейін оны жаңағыдай жеуге де қолданған. Бірақ оны құлшылық мақсатында құрбан шалуға шариғат бекітпегендіктен оны құрбан шалуға болмайды, құрбандыққа жарамайды. Тауық та жарамайды ғой, яғни. Тауық та жарамайды. Енді ол тауық, ол хадистегі айтылып тұрған жаңағы тауық деп отқаны, жұмыртқа деп отқаны, ол оның жаңағы оның сауабының деңгейін көрсетеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Яғни бірінші барған адамның сауабы осынша деп жаңағы сауабын деңгейінен. Бәрекелді, осы жерден сөзіңізді бөлемін. Бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Алла сауаптан жазсын. Бәлкім келесі тақырыптарда осыны кеңірек тағы да талқылайтын боламыз. Ал енді біз сіздермен қоштасамыз. Кеткен қажылардың қажылығы қабыл болсын. Мынау кірген қасиетті жылдың ең үздік 10 күні баршамызға берекелі болғай.